Сәлеметсіздер ме, құрметті жерлестер. Баршаңызды келіп жеткен үстіміздегі жылдың 30 тамыз күнгі Қазақстан Республикасының Конституциясы ата заңының 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңізге белгілі, Қазақстанның басты заңы ата заңымыз қабылданғалы ширек ғасырға жуық уақыт болды. Осы ширек ғасыр ішінде тәуелсіз Қазақстан мемлекеті бірталай жетістіктерге қол жеткізді. Соның бірнешеуін айтар болсақ, елордамыз Нұр-Сұлтан қаласы бас көтерді. 2010 жылы тәуелсіз Қазақстан мемлекеті Европалық ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымына төрағалық етті. Дүниежүзі дін лидерлерінің съезі еліміздің бас қаласы Нұр-Сұлтан қаласында өткенін білесіздер. Осы ата заңымыз қабылданғалы бері Қазақстанда бейбітшілікті нығайтуға бағытталған талай іс-шаралар, саммиттер елімізде өтіп жатыр. Оның бәріне баршамыз куәміз. Ата заңымызда, Конституциямызда ең басты байлық адам және оның денсаулығы, оның құқықтары делінген. Осы адам құқықтары жөнінде тәуелсіз қазақ елінде, жерінде талай мүмкіндіктер жасалып жатыр. Бүгін міне тәуелсіз Қазақстан барлық салалар жөнінен өсіп өркендеп дамуда. Шекарамыз нығайып, әлемде тәуелсіз дамыған 30 мемлекеттің қатарына енуіне батыл қадамдар жасалып жатыр. Осының бәрі бүгінде тәуелсіз Қазақстанда өмір жатқан барша қазақстандықтар, 130-дан астам ұлт өкілдері тату тәтті, бақытты ғұмыр кешуде. Бір-біріне деген мейірімділіктері, сыпайылықтары әрдайым өздерінің іс-әрекеттерінде үнемі байқалып тұрады. Міне осындай ұлық мерекемен барша қазақстандықтарды, Алматы облысының тұрғындарын шын ниетпен, әрі ыстық ықыласпен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіз еліміздің көк байрағы мәңгілік төбемізде, көгімізде желбірей берсін. Осы эстафетаны, сөзімді түйіндей келе, осы эстафетаны Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Қазақстан халықтары ассамблеясы кафедрасына жолдаймын. Мереке құтты болсын.